Ал армысыздар, шілдемін шығып жатыр. Бүгін 6 тамыз, кешкі сағат, ақшам дей ма, бәрі ауыз ашып, кешкі асын ішіп жатыр. Сол жаңалықтар онша жақсы емес. Бүкіл Қазақстанды Ресей Федерациясының әскері басып алыпты. Қазақтың миын бәрі сол жұма сәләті, таңғы сәләт, кешкі сәләт, білгендердің бәрі сол дұға қылу, дұғада болу, қыздардың бәрі зорланып жатыр. Бір жақсы ешқандай жаңалық жоқ. Бір қала салынды, бір зауыт салынды, бірдеме бір дәрі ойлап табылды. Өсу қарқын жоқ. Тек өлім, жітім, жесірлік, қайыршылдық, үйсіздік. Мысалға, сізді 5 уақыт сәләт оқы деп кім мәжбүрлеп тұр? Мысалға, сізді орысша сөйле деп кім мәжбүрлеп тұр? Мысалға, шекарадан сол орыстарды кім кіргізді? Ой, қытайлар басып кіріп жатыр, ой, тәліптер бірдеме қылып жатыр, ой, бірдеме шірдеме қылып жатыр, ойбай, Бішкектен ешектің еті келіп жатыр, ойбай, самса жемеңдер, ойбай, андай қылып жатыр, ойбай, мындай қылып жатыр, ойбай, орыс жаман, ойбай, анау жаман, мынау жаман. Кім соның бәрін жаман қылып айтып жатқан кім? Өзіміздің қазақтар. Біздің қазақ күшті айтып кеткен ата-бабамыз. Жау алыстан келмейді. Билікте сондай сатқын отырғанда, енді кеп мен де мысалы билікті кінәлаймын. Билік осындай, билік мынандай, өтірік сайлау өткізеді, өтірік депутаттарды қойып қояды, ақшасы барлар, ұрған, соққан, сол бандиттер отыр деп. Бірақ қара халыққа келейікші, мысалы сіз ұлт үшін не істеп жатсыз? Мысалы мен өзім бір қызымды әрең бағаламаймын ба, бір күнімді әрең көріп отырмын, нанымды тауып жеу күннен күнге қиын болып барады. Өйткені мынау қоғам мен өмір сүріп жатқан жарайды. 100-200-ден астам ұлт тұрсын, ойбай, этностар тұрсын, ойбай, солар күшті, кәріс мықты, тұңғандар күшті, ойбай, кімдер неше түрлі, ұйғырлар күшті, орыстар күшті, ойбай, соларға заң, соларға деп. Қазақ бір-бірлеріне қарақшы мысалға. Сіз бауырмалсыз ба? Сіз бір қазаққа мейірімді ма? Сіз қалада тұратын қазақ, ауылдағы қазаққа мысалы жанашырлықпен қарайсыз ба? Сіз ауылдағы қазақ, қаладағы күнін көре алмайтқан қазаққа көңіліне қарап, сіз де жанашып қарайсыз ба? Жоқ. Тек бір-бірін өсектеу, бір-бірін күндеу, бір-бірін таптау, бір-біріне күлу, бір-бірін жек көру, бір-бірін өлтіру. Тек сондай. Шежіре заң бұзылған. Ол туралы ешкім білмейді. Әркім 4 қатын 5 қатын алып қан бұзылған. Оның бәрі түсінікті, айтып келатырмыз. Бірақ алыстан біреуді кінәлаудың қажеті жоқ. Өйткені өзіміз кінәліміз бәрімізге. Қазақ ұлты өзі кінәлі. Өзі ұлттан халық болып қалып кеткен дәрежеге, статус түсіп кеткенде өзі кінәлі. Шекараны ашып орысты кірген өзіміз де кінәлі. Орыс деген кім ол? Ол құл. Оны кезінде итке, тауарға, темекіге айырбастаған. Олар адам емес, олар. Соны төрге шығарып отырмыз. Кім? 1800 жылдар ма? Кім ашты оларға? Қай хандық, қай биліктер, қай болыстар? Тек Құнанбайды ғана айта береміз, мысалы, болыс би деп. Былай қарай бүкіл қазақ жерінде қанша шекаралар бар? Неге соларды айтылмайды мысалы? Сондықтан мұндай күймен ешқайда ешкім шақа бармайды. Қазір әскер алып қолыңызға мылтық алсаңыз да жауып тастайды. Өз қазағын жауып тастайды. Орысты не шатағы бар бізде? Еговты алып алып, интернетті бәрін қысқартып жатыр. Өйткені политпропаганда қатты жүріп жатыр. TikTok арқылы, YouTube арқылы тәңіршілдік дін деп басталып кетіп жатыр. Жоқ, қымбатшылыққа, онысы жұмыссыз, үйсіз-күйсіз қазақты енді безлимиттен айырып, одан да қыспақтап жатыр. Өйткені мынау ақпараттық құрал өте қатты жүреді. WhatsApp чаттар, ол жерде чаттар, ол жерде қаралымдар, Telegram чаттар болсын, қаралымдар өте көп. Қазақ кәдімгі саналы, сауатты, көз ашық қазақтар кәдімгіге ауадай соны іздейді. Сол үшін интернеттен қыспаққа алып жатыр. Орыс деп ойлайсыз ба? Жоқ, баяғы сол қазағым.
кім жердің бәрін сатып, кім мұнайдың бәрін сатып, кім ненің бәрін адам түсінбейтін біреу шетелдіктерге сатып, кім? Сол баяғы өзің қазақ. Құдай ақырын берді деп отыра берейін десек, өмір сүргізіп жатыр. Көшіп бір жаққа құтылайық десек, бірі бар, бірі жоқ, құлдыққа кетіп жатыр. Білмеймін не істейтінімізді. Тәңір жарылқап аруақ қолдап қорғайды деген қалай қолдап қорғайды, егер қаның бұзық шіріген болса? Білмеймін, күйіп отырмын. Шынымды айтамын, күйіп отырмын. Өз қазағым өзіме жау.